Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Дендеріңізге саулық, бастарыңызға амандық тілеймін. Бүгін 6 қаңтар 2025 жыл. Сейсенбі. Мынау біздің тауықтарымыз. Бүгін бір видео түсіріп қойын дедім. Алдында видеоға жапта болып түсірмегелі. Сол бүгінге бір видео түсірейін деп. Тіркеліп жатқан көрермендерге сіздерге рахмет. Қолдау көрсетіп жатқаныңызға. Мына жақта біздің тауықтарымыз жұмыртқа туатын. Bu жақта 30 бастай тауықтар. Мыналар балапандар көбісі. Осылар күніне 6-7 жұмыртқа беріп жатыр ғой. Енді бастап жатыр бұлар туып. Осы. Сол. Мынау біздің күшіктеріміз бар. Екі күшік. Біреуі мынау қоңыр ұрғашы, мынау еркек. Мынау қоңыр ұрғашысы 10 күнге кіші надан. Мына жақта қойларымыз. Видео алып қалған. Еркек тоқтылар бордаққа кіргізген. Алар әшін лақпен озығы. Мынау бұзауымыздың еркек. Өткен жаңа жыл күні туылды бұл бұзау. Жаңа жылға сыйлық болып міне шешесі мынау сиыр. Қазір шығарамыз бұны да сыртқа. Мынау осы ұрғашты ана бұл бордақы. 2 айдан аса уақыт болып бұны тұрған. Мынау шешесі екінші тума, былтыр ұрғаш туған, биыл еркек бұзау туыпты міне бұзауы. Қазір сағат 8:30-дай уақыт болып қалды. Сиырлардың орны астын тазалап қойдым. Қазір біраздан кейін шөбін салатын боламыз. Мынау біздің жылқымыз, малға мінетін. Ит жүгіртеміз, малға мінеміз деді. Бұл биыл көктемде дөнен шығады. Жорға бұл. Таза жорға. Мынау ешек. Бұл да жұмысқа қойды. Мына жақта сиырлардың жартысы осы жаққа тұрады. Бұлардың астын енді шығарамыз. Шөптері сабан шөп жеп тұр. Жеп қояды күніге. Күніге 2-3 пресс аламыз. Асын тазалап. Мынау бір итіміз мына жақта. Мына қораның іші. Бұның астын тазалап қойдық. Алматыдан ағам келген. Ағам келді. Інім бар өзім. Үшеуміз тазаладық. Қойлар бір 10 күндей уақыт жатқан, соның өсіне асты біраз үйіліп қатты. Соны тазалап жатырмын. Қойлар осы күніге осы далада жатады. Күн жаңбыр болған кезде, қар жауған кезде осы қораның ішіне кіргіземіз. Бұлай далада жатыр ғой. Астыларын жаурамайды деп ойлаймын. Асты қалың. Кеше бір алып көргенбіз. Тізеден кеп тұр. Астың қиы. Осы астынан жылы ұрып тұрады. Мына шетке күніге кешке 5 пресс шөп шашамыз. Осы жақта 2-3 сағат жатады, өрістен келгенсін. Сонымен жеп қояды осы шөптің бәрін. Мына жаққа тұздарын сақ қоямыз. Толтырып сақ қоямыз. Бұны да жеп қояды тұздарын. Осы қойлар. Мынау итіміз екінші. Төбелесетін иттер олар. Салмағы 80 кг бар еді. Алдында бәрі сұрап жатыр екен, қай жер деп. Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы, Қаракемер деген ауылғы. Өзімді де айта салайын. Менің есімім Ерасыл. Жасым 17-те. Биыл 11-ші класс. Былтыр 11-ші класс бітіріп, биыл оқуға түстік. Құдайға шүкір грантқа түстік. 1-ші курс оқимын. МВП мамандығында алғашқы әскерийде мұғалім.
Сол міне осы видео. Бүгінге сол видео түсіріп қойын дедім. Өткен жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Осы 2026 жыл берекелі, табысты, мол жыл болсын. Бәріңізге сәтті жыл болсын. Істеріңіз оң болсын. Мына жақта тағы екінші итіміз. Бұл өткенде бір төбелесіп келген. Бұның салмағы 72-де тұр. Сол міне осы жақта. Қазір бұлар бір жарты сағаттан кейін өріске кетеді. Соның азанға видео түсіріп қойын деп едім. Қолдап лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Қолда көрсетіп жатқан жандарға рахмет. Аман болыңыздар, бар болыңыздар. Барлықтарыңызға рахмет. Тіркеліп лайк басып қолдап кетіңіздер. Бүгінге бір видео болса. Сау болыңыздар.